Сәлеметсіз бе оқушы, 62-ші сабақ өнімділік деп аталады. Бірінші есепте мына балалардың кім болуы армандайтынына қара. Өрнектердің мәнін есепте, сонда сен қай баланың кім болғысы келетінін білесің. Яғни бұл жерде біз 2-ке 3-ті көбейтемін. Яғни 6, ортасында 3 нөлді жазып, 2-ке 3-ті тағы көбейтемін. Сонда 60.000 6 деген сөз шығады, ол бізде дәрігер. Келесі есепте 20-ға 2-ні көбейтем, 6 нөлін қоямын, 20-ға 60 болады, 20-ға тағы 30-да 60 болады, 2-ге 3-ті көбейтсем 6 болады. Сонда 60.606 деген сан бізде мұғалім. 18.909-ға бөлем, яғни 18-ді 9-ға бөлсек 2 нөл тіркем 9-ға 1 болады. 2001 деген сан бізде суретші. Келесі 18-ді 3-ке бөлсең 6, 9-ды 3-ке бөлсең 3 болады. Демек 6003 бізде аспаз. Келесі 30-ді 3-ті көбейтсең 90, 3-ті 3-ке 9. 90.909 бізде милиция. Үлкен болғандағы мамандықтар. Екінші есеп кестені қара, сұрақтарға жауап бер. Бұл жерде шебер 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп жауап бердім мен. Шебер өнімділігі 15 бөлшек сағатына 8 сағат жұмыс жасаса, яғни өнімділік пен уақытты көбейтем, 20 бөлшек жасайды. Сол жақсы шебердің шәкірті 7 бөлшек сағатына өнімділікпен жасаса, 4 сағатта 28 бөлшек жасайды. Келесі үшінші тігінші 48 көйлекті 3 күн тігетін болса, оның өнімділігі, яғни күндігіне 16 көйлек деп есептелінеді. Яғни 48-ді 3 күнге бөлеміз. Сол сияқты металл жонушы 96 бөлшекті 3 күн жасса, оның өнімділігі 32 бөлшектен жасайды екен. Келесі мәтін теруші 2 бет минутына жасаса, неше минутта 36 бет тереді екен. Сонда 36-ны 2-ге 18 минутына жасайды екен. Сол сияқты аспаз 100 кексті 25 кекс сағат жылдамдықпен жасаса, ол 4 сағатта жасайды екен. Жақсы. Үшінші есепті шығар дейді. Зауыт 14 күн ішінде әр күні бірдей мөлшерде жасай отырып 560 кір жуғыш машина дайындады. Зауыттың өнімділігі қандай? Егер оның өнімділігі 2 есе кемсе, дәл осындай мөлшерде кір жуғыш машинаны неше күнде жасайды дейді. Бізде 14 күнде жаңағыдай 560 кір жуғыш дейді. Өнімділігін 2 есе кемсе, әуелі біз кемітпегендегісін тауып алайық. 560-14-ке бөлсек 40 кір жуғыш күніне жасаса, оны сол өнімділікті 2-ге бөлсек 20, өнімділігі 20 болады екен. 2 есе кеміткенде, сонда осындай дейді, 560-ты 20-ға жасасақ, сонда 28 күнде жасап шығарады екен. Сонда егер оның өнімділігін 2 есе кемітетін болсақ, 28 күнде жасап шығарады деген сөз. Есебінде баспаханада оқулықтарды 2 автомат машине орайды. Бір автомат жүктелген 120 кітапты 20 минутта ораса, екінші автомат 210 кітапты 30 минутта орайды. Мына 120-ны 20-ға бөлсек 6 кітап, 210-ды 30-ға бөлсек 7 кітап минутына орайды екен. Сонда екінші автоматтың жылдамдығы жұмыс жасайды. Жылдам жұмыс жасайды әрине, 1 кітап артығымен жұмыс жасап тұр. Төртінші есепте дейді. Мына жерде есептерді шығару барысын тексересіздер. Жалпы 16 килограмм 560 грамм бөлінген жақша ішінде 20 килограмм 560 азайтылған 19 килограмм 640. Яғни азайтсақ 920 грамм шығады бізде. 920. Содан 16 килограмм 560-ты бөлетін болсақ 18 шығады. Келесі дәл солай бірінші жақшанышын орындап аламын. 605-тен 78-ді азайтып аламын деймін дағын, 300-ге көбейтем. Одан кейін 4003 килограммнан азайтам. Сонда мынандай
мән шығады. 4 сағат 490 мен оған 2-ге көбейтіп алдым. 4 сағат 5 минутты 2-ге көбейтіп, одан кейін 6 сағат 15 минутты тоже 2-ге көбейтіп алғаннан кейін 1240 минут болады. Ол 20 сағат 40 минутқа тең болады. Келесі есептеріміз дәл солай шығып, 44 километр 130 метрді беріп тұр. Жақсы, өздеріңіз шығарып тексеріп көріңіздер. 5-ші есеп. Мен өскенде фермер боламын, деді Арман. Оған мына есеп шығаруға көмектес. Егістіктің жерінің ені 250 метр, ал ұзындығы одан 150 метр артық. Егістің ауданын 5-тен 1 бөлігі сұлы, ал қалған бөлігін жоңышқа егілген. Сұлыға қарағанда жоңышқа қанша квадрат метр жерге артық егілді? Яғни бізде ені 250 метр, ұзындығы 150 метр артық. Яғни 250-ге 150 метр қоссақ 400 метр болады. Аудан есептеу үшін ені мен ұзындығын көбейтемін. Сонда бізде 100.000 метр квадрат болады. 5-тен 1 бөлігі деді. 100.000-ды 5-ке бөліп 1-ге көбейтсең 20 метр квадратқа сұлы егіледі. Қалғанына жоңышқа егіледі. Қалғаны 80 метр квадрат, ол жоңышқа егіледі. Енді сұлыға қарағанда жоңышқа қанша квадрат метр жерге артық егілді? Яғни 80 метр квадратпен азайтамын 20 метр квадрат, яғни 60 метр квадратқа артық егіледі. Сонда сұлыға қарағанда жоңышқа 60 метр квадрат жерге артық егілді деп жауап береміз. 6-ші есеп. Әр баған бойынша бірінші өрнектің жауабын пайдалан және есепте дейді. 3 көбейту 300 дейді. Сонда 3-ке 3-ті өсін 9, соңына 2-ні тірке салам. 900 деген сан шығады. Енді екіншісі 3 көбейту 301. Демек, сол 900-ге тағы бір 3 артық қосылады. Сонда 903 болады. 3 көбейту 299, яғни сол 900-ге бір 3 кем деген сөзді білдіреді. Сонда 897. 897. 5 көбейту 400. 5-ті 4-ке көбейсек 20, соңында 2-ні тіркемін. 5 көбейту 401. Біреу артық, сол 2000-ға бір 5 артық қосамыз, 2005. Сол сияқты 5 көбейту 399, 2000-нан бір 5 кем деген сөз ғой. Сонда 1995 болады. Келесі 2 көбейту 600, екі жердегі 6-ым 12, 2-ні тірке салам. 2-ке көбейтем 601-ді. 1200-ге бір 2 артық. Сонда 1202, 2 көбейту 599, демек 1, 2 кем деген сөз. 1200-ден азайтам 2-ні, 1998 деген сөз. Соңғысы 4 көбейту 250, 25-ке 4-ті көбейсек 100 болады, соңынан 0 тіркем, яғни 1000 болады. 4 көбейту 251, 1000-ға қос 4-ті деп тұр. 1004. 4 көбейту 249, 1000-нан 4-ті азайт деп тұр. 996 болады. Жақсы. Кестені пайдаланып тура теңсізді құр дейді. Бұл жерде есептің мәнін тауып аламыз. Бірінші есепте 255, екіншісінде 13320. Яғни қайсы үлкен, қайсы кем? Біріншісінде 13320, екіншісінде 65570, үшіншісінде 22237, соңғысында 168576 көп деп жауап беремін. Жақсы. Ойлан және жауап бер. 3 ағайындының мамандығы сәулетші, электрик және жүргізуші. Арман сәулетші дейді мына. Арман сәулетші, Бауыржан сәулетші емес. Мына сәулетші емес деп сызып қоям. Ерлан жүргізуші емес. Ерлан жүргізуші емес. Осы үш пікірдің біреуі ғана дұрыс. Ерланның сәулетші болуы мүмкін бе? Бізде Ерланымыз электрик болады, Бауыржанымыз жүргізуші болады. Демек, Ерланның сәулетші болуы мүмкін емес. Ерлан бізде электрик деп жауап береміз. Жақсы. Келесі 9-шы есеп. Есептің шешуін өрнек түрінде жаз. Бірінші,
Әлия 1 минутта 100 сөз оқиды, ол жарты сағатта неше сөз оқиды? 1 минутта 100 сөз оқыса, 30 минутта белгісіз сөз оқыса, 100-ді 30 минутқа көбейтем. Жарты сағат деген 30 минут қой. 3000 сөз оқиды деген сөзді білдіреді. А есебінде шебер 1 сағатта 25 бөлшек жасайды. Егер 200 бөлшек жасаған болса, онда ол қанша уақыт жұмыс жасайды? 1 сағатта 25 бөлшек, 200 бөлшекті неше сағатта жасайды? 1-ді 25-ге көбейтіп аламыз, 25 бөлшек сағатына болады. 200 бөлшекті 25 бөлшек сағатқа бөлеміз. Бөлшекпен қысқасы 8 сағат болады. Шебер 8 сағат жұмыс жасайды. Б есебінде шебердің шәкірттері 4 сағат жұмыс жасайды. Шебердің шәкірт 4 сағат жұмыс істеп 48 бөлшек жасайды. Ол қандай өнімділікпен жұмыс жасайды? 48 4 сағатқа бөлсем 12 бөлшек сағатына жасайды деп жауап береміз. Жақсы.